Сәлем достар, сіздермен бірге Ера кино арнасы. Мен бүгін сіздерге 2022 жылғы боевик криминал жанрындағы План Урока фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып, өз қолдауларыңызды білдіріп отырыңыздар. Фильмнің басында Дамьян дейтін жігіт бандиттік топтың бастығына келеді, өзінің есірткілерін сату үшін. Алайда олардың арасында бір сатқының бар екенін, дәл сол полицейлердің араларына жіберген адамдары Дамьян екенін біліп қойыпты. Өзінің өтірігі ашылып қалғанын білген Дамьян өзінің қаруын алып шықты. Өзіне бірнеше еркектің шабуылдағанына қарамастан оларға лайықты тойтарыс беріп қашып бара жатқанда көлікті байқамай қалып жарақат алып қалады, бірақ ол әлі есінде. Соған қарамастан ол орнынан тұрып бандиттердің бастығын тұтқындауға бара жатыр, бірақ ол оның аузынан "біз сенің әйеліңді білеміз" дегенді естігенде үйіне қарай жүгіреді. Бірақ бәрі кеш. Әйелін өлтіріп кеткен. Бірнеше жылдан кейін Шимон жергілікті мектептегі жұмысын бастайды. Ол бір оқушысының сабақта екінші күн жоқ екенін байқайды, бірақ оқушылар оның есірткіге тәуелді болып қалғанын айтады. Осы кезде Шимонның ұлы Камильге оқушысының анасы хабарласып, баласының өлі табылғанын баяндайды. Бұл мектепте орын алған алғашқы мәселе емес екен. Мектепте заңсыз есірткі сату үшін қолға алмай жатыр екен. Оқушысынан айырылудан шаршаған Шимон өзінің ең жақын досы Дамьянға қоңырау шалады, оның көмегіне жүгіну үшін. Алайда Дамьян әйелін жоғалтқалы бері қатты күйзелісте, тіпті араққа деген тәуелділігі артып кеткені сонша полицейден жұмыстан шығарып жіберіпті. Бірақ түнге таман досына барып қайтайын деп шешеді. Шимон мектепте орын алып жатқан мәселені басынан аяғына дейін түсіндіріп береді. Алайда Дамьян көмектесе алмайтынын, өйткені әйелін жоғалтып алғалы бері өз-өзіне көмектесе алмай жүргенін айтады. Осыдан кейін ол дүкенге барады арақ сатып алу үшін. Алайда ол жерде зат ұрлап алмақшы болып жүрген жастарды кездестіріп қалып, оларға ескерту жасамақ, бірақ олар оның сөзіне құлақ аспағанда Дамьян оларды соққының астына алады. Бұл шуға жүгіріп келген дүкен сатушысы Дамьянға бір бөтелке виски береді, ол тезірек кету үшін. Ал бұл уақытта Шимон жеке өзі оқушылардың бірі айтқан қоймаға бара жатыр. Алайда есікке жете бергенде оны ұстап алады. Келесі күні Дамьян оянып қорқынышты жаңалық көреді. Сөйтсе Шимонды қоймада өлі күйінде тауып алыпты. Оның табылған жағдайына байланысты полицейлер оны заңсыз заттар операциясының бәрінің артында Шимон тұрғанын, өзінің оқушысының өліміне өзін кінәлі сезініп, өзіне қол жұмсаған деген тоқтамға келген екен. Дамьян досына жала жапқанын түсініп, сонда аттанады жеке тергеу жүргізу үшін. Шимонның әйелін жұбатуға, олардың айтқандары жала деп. Бірнеше уақыттан кейін Дамьян досына тағылған айыпты тазарту керек екенін түсініп, досымен байланысқа шығып, жалған құжат жасатып алады. Кейінірек сол құжаттармен мектепке әңгімелесуге барады. Директор Решк пайда болып, Дамьянның жұмысқа қабылданғанын айтады, өйткені ол кандидат ретінде келген жалғыз адам екен. Сонымен өзінің орынбасары Агатамен таныстырып, оған Дамьянды мектеппен таныстыруды тапсырады. Келесі күні мектепке келгенде Дамьян қалай Жораның қайтыс болған оқушыларға арналған мемориалдардан гүлдерді алып жатқанын байқап, қайта орнына қойдырмақ. Жаро біреуді тыңдайтындардың қатарынан емес. Сондықтан өздерінің бандысындағы Мамонтқа Дамьянды ұрып таста деп тапсырады. Бірақ ұялшақ жігіт қозғала алар емес. Жағдай шектен шығып кетпей тұрғанда қауіпсіздік қызметінің басшысы Хмелск келіп, оқушыларды директор кабинетіне жібереді. Осыдан кейін Агата оны әріптестермен таныстыра бастайды, кейін өзінің сыныбымен. Шимонның ұлы Камель әлі мектепке орала қоймаған, өйткені оған бірнеше уақыт керек. Сынып іші шулы, бірақ Дамьян оларды бірден орнына қояды. Тек оны тыңдамай отырған бір оқушы бар. Сөзін елемей сыныптасын мазалай берген соң Дамьянға оны мектептен қуып шығуға тура келді. Кетер алдын Бақа біз әлі кездесерміз деп қорқытып кетеді. Мектеп аяқталған соң Агата көлігіне келе жатыр. Оның алдынан Бақа бастаған бұзықтар пайда болады, бүгінгі істеген қылығының сазайын беру үшін. Ал Дамьян өзінің көлігінің дөңгелегін біреулер тесіп кеткенін байқайды. Ол тұраққа кіре берген сәтте Агатаның қауіпті екенін көріп, оған көмектесуге асығады. Олардың бәрін жайратып салады, тіпті біреуінде қару болғанына қарамастан. Бәрі аяқталған соң Агата Дамьянды мектепке алып барады, жарасын таңу үшін. Әйел еркектен өткен шағы жайлы сұрауда, бірақ Дамьян сұрақтарға тікелей жауап бермей, оған қалай қорғану керек екендігін үйретеді. Ал бандиттер болса Бақаны Жораның алдына алып барады. Сөйтсе ол мотоциклдегі белгісіз адамның бұйрығымен заңсыз тауар сататын көптеген адамдардың бірі екен. Әлгі мотоциклдегі еркек жақындап басындағысын шешкенде оның Хмелск екендігін білеміз. Жаро мен Хмелск екеуі Бақаға ашулы,
Ол қарыз болған аздай Агатадан кек аламын деп мәселені ушықтырып алды. Сондықтан оны соққының астына алу қажет еді. Бұл істі Мамонтқа тапсырады. Ол ақыры өзінің ұялшақ сезімін жеңіп, банданың нағыз мүшесіне айналу үшін бақаны сабай бастайды. Ертесіне барлық мұғалімдер кешегі оқиғаны камерадан көріп, Дамианның жетістігін тойлауда. Хмелск Дамианнан күдіктене бастады. Бірақ еркек өзінің өткен шағын айтпай, жай оқушы болғанын айтып сытылуда. Осыдан кейін сыныбына барып, оқушылардың да ол денені көргенін көреді. Оқушылар өздеріне осындай ұстаз сабақ беріп жатқанына өте разы. Тіпті одан өзімізді қорғаудың тәсілін үйретіңізші деп кеңес сұрайды. Осылай Дамиан оларды спорт залға алып барып, өзінің қорғау тәсілдерін үйрете бастайды. Кенеттен Камил пайда болады, бірақ ол ұзақ тұрмай кетіп қалады. Оның артынан барған Дамиан мұнда әкеңнің адал адам болғанын дәлелдеу үшін жүрмін деп түсіндіріп береді. Алайда оған қарай шапқан Камил, егер әкем сенен көмек сұрағанда келіскеніңде әкем өлмеуші еді деп айыптауда. Дамиан оның сөзіне қарсы шықпайды. Шимонның өліміне өзін кінәлайтынын, өзіне де оңай емес екендігін мойындайды. Мүмкін әкеңді құтқаруға кеш болар, бірақ мен оқушыларды құтқарғым келеді деуде. Осы сөздерден кейін Камил оның құпиясын сақтауға келіседі. Мектептен кейін Агатаға кафеге барайық деп ұсынады. Олардың кештері жақсы өтуде, бірақ олардың сәттерін қыздарға тиісе бастаған алқаштар құртады. Қыздарды қорғауға тұрған Дамиан тағы олармен төбелесе кетті. Бұл жолы олар мастау болғандықтан оларды ойыншық қылып Агатаның жүзіне күлкі үйреді. Осыдан кейін Агата Дамианды өзіне шақырады. Олар жақындаса бастағанда Дамианның әйелімен өткен естеліктері жадына орала бастайды. Өзінің бұлай істей алмайтынын түсініп, Агатаға ештеңе демей кетіп қалады. Ал Агата мәселенің неде екенін білмей абдырап қалады.